Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен мен Жансұлу осындай ерекше әдемі баялдыдан осындай кәуаптың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осындай ерекше баялдыдан осындай дәмді кәуапты жасап үйреніңіздер. Дәл осындай баклажанның шығатын уақытында неше түрлі баклажан салаттарды немесе осындай кәуаптарды дайындап қалыңыздар. Дәмі тіл үйіреді және де осындайды жасап отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Ең алдымен осындай баклажандарымызды дәл осы видеодағындай кесіп аламыз. Міндетті түрде спачки керек болады. Осындай спачкиімізді ортасына тығып, дәл осындай пышақтың көмегімен дәл осылай кесіп аламыз. Дәл осылай кесіп алғаннан кейін міндетті түрде араларын ашамыз. Дәл осы видеоға қарап жазсаңыздар болады. Міне дәл осылай ортасы ашылады. Міндетті түрде осылай кесіп алуымыз керек. Осы жерде барлық баклажандарымызды дәл осылай видеодағындай жасап алуымыз керек. Ортасына міндетті түрде біз салмасын салуымызға ыңғайлы болу үшін кесіп аламыз. Мүшелеріңізді таң қалдыра алмай күнделікті бір тамақтың жасап жүрсеңіздер, дәл осындай ерекше рецепттерді жасап отбасыларыңызды таң қалдырсаңыздар болады. Енді осы біздің баклажандарымыз дайын болды. Енді осының ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін біз жуамызды теркінің осындай жағынан өткізіп алдық. Енді осынымызды ыдысымызға салып, үстінен өткізілген етімізді саламыз және де тұзымызды өздеріңізге дәмдеуіштер, қандай дәмдеуіштер ұнайды қоса берсеңіздер болады. Мен мына жерге тұзымды және қара бұрышты паприканы салып, жақсылап араластырып алдым. Міне біз салмасын жақсылап араластырып аламыз. Өйткені менде осындай фарш, осыны жақсылап араластырып дайындап алдым. Бағанағы алдын ала кесіп алған баклажандарымыздың ортасына осы салмамызды салып шығамыз. Барлығын дәл осы видеодағындай салып шығамыз. Баклажанымызбен осы етіміздің дәмі бір-біріне үйлесіп, әдемі дәм береді и сочный болып шығады. Осы салмасына сіздер қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Кішкене еттің тұзын тұзды қылып салдым, өйткені баклажан тұз қоспағандықтан осы салмасына қостым. Өйткені баклажанға осы салмасынан дәмі бір-біріне үйлесіп әдемі дәм береді. Осы салмасына мен паприка, қара бұрыш, тұзды ғана қостым. Сіздер өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса берсеңіздер болады. Одан әрі салмамыз дәмдірек шығады. И осыны салып болғаннан кейін міндетті түрде қолымызбен жақсылап кәдімгідей кәуап жасайтындай етіп қысып осылай қолымызбен қысып шығамыз. Өйткені әдемі біркелкі формада ұстау үшін дәл осылай қолымызбен қысуымыз керек. Енді бұл жерде тұрған барлық баялдыларымызға, барлық баклажандарымызға салмаларымызды салып, қолымызбен тегістеп бәрін жасап шығамыз. Осындай жазды күнді осындай баклажандардан көп салаттар болады. Өйткені баклажанды жақсы көрмейтін адамның өзі жоқ шығар. Барлығымыз осы баклажанды жақсы көреміз. Уже жаз шыққалы осы баклажандарды қуырып, неше түрлі нәрселер жасап
отбасымызбен сүйіп жейміз. Сондықтан да осы баклажанның осындай жаз айында шығатын айында жасап алып дайындап қою керек. Ал қыста осындай баклажандар өте қымбат бағада болады. Қазір жаз айы болғандықтан бағалары өте арзан. Енді осы баклажандарымызды бәріне ішіне ет салып дайындап алдық. Енді осы табамызға сұйық майымызды құйып, осы кәуаптарымыз қызған майымызда жан-жақ беттерін бәрін қызартып пісіріп аламыз. Барлық кәуаптарымызды осылай екі жақтарын бәрін қуырып әдемілеп аламыз. Және осы кәуаптарымыз дайын болғаннан кейін міндетті түрде пешке 180 градуста 20-25 минуттай тұрғызып пісіріп аламыз. Іші жақсылап пісу үшін. Енді біздің осы баклажаннан кәуабымыз дайын болды. Енді оның әдемілік үшін осындай гинза қойып әдемілеп алып жейміз. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт оригинал, өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға жасап қуантып қойсаңыздар болады, достар. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де осындай видеолар менің арнамда көп. Осы арнама кіріп, дәл осындай рецепттерді, неше түрлі рецепттерді қарап жасап көрсеңіздер болады, достар. Төменде описание бөліміне керекті рецепттерді жазып кетемін, және инста парақшамды да жазып кетемін. Инста парақшама кіріп тіркеліп алыңыздар. Ол жерде рецепттерді шығу уақытын мен күнделікті бөлісіп отыратын боламын. Осы видеом ұнаса, лайк басып комментарий жазып, подписация бөліміне подписка жасап қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.